Кемелдену кедергілері. Өмірімді өзгертсем, жақсы адамға айналсам деп талай рет ниеттенген шығарсыз. Тіпті тағдырымның жаңа парағын ашамын деп сан рет жігерленген боларсыз. Әлбетте, өзімді жан-жақты жетілдіремін деп талай рет ант ішіп сөз де бердік. Бойымдағы жаман әдеттерді тастаймын, кертартпа мінезден арыламын деп тәуекелге бел буып кірісіп те кеттік. Бірақ әркез жанбай жатып өше бердік. Қайта тұтана алмай, тұтансақ лаулап жана алмай, Абай атамыздың не ол емес, бұл емес, менің де күн емес дегендей қайран уақытты өткіздік. Әрине ниет жақсы, талпыныс күшті. Алайда сол ниетке жетудің жолын білмек керек. Дана Абайдың егер ісім өнсін десең, ретін тап дегені бекер емес. Жетістікке жету үшін ең әуелі басты кедергілерді анықтап, содан арылу міндет. Жақсылық жолында бүктісіп жатқан бөгеттерден құтылу қажет. Олай болмағанда басталмай жатып сөнесіз. Әрдайым сәтсіздікке ұшырайсыз. Сөйтіп әу бастағы ізге ниет аяқсыз қалады. Баяғы жартас, сол жартас өзгеріссіз қала береді. Ендеше адам баласының жетілу жолындағы басты кедергілерге тоқталайық. Мақсатсыздық. Арман жай ғана қиял, ал мақсат белгілі бір межеге жоспарланған нақты іс. Харви Маккей. Мақсатсыз адам көлігіне отырып алып қайда баруды нақтылап жатпай, бас ауған жаққа жүре берген жүргізушіге ұқсайды. Үйден шыққанда баратын адресіңді білмей, күні бойы әйтеуір жүре берсең, кеш батқанда қай жерде болатыныңды бір Құдайдың өзі біледі. Сол сияқты өмірде алдыңа мақсат қоя алмасаң, ғұмырың соңына дейін ешбір нәтижеге қол жеткізе алмай айдалада адасып қаласың. Уақытты құр босқа өткізген боласың. Яғни арықтағы суда ағып жатқан шөп-шалам секілді байламсыз, тұрақсыз жөңкіле бересің. Сондықтан адамға ең әуелі шынайы арман мен талап, нақты мақсат. Сол мақсатқа жеткізер тыңғылықты жоспар керек. Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға, деп ақын Мұхтар Шаханов жырлағандай, армандауды білмейтін адамда үлкен мақсат болмайды. Ендеше арманыңыз асқақ болсын. Үлкен мақсатта армандауға қорықпаңыз. Армандау қабілетін берген Алла, оны орындауға да мүмкіндік берген. Адам арманына жетпесе де, сол жолда жүрудің өзі ғанибет. Бақытты кісі ойындағы бар арманына жеткен жан емес, сол жолда табанды күресе білген адам. Өйткені кемелдікке ұмтылған жандар нәтижеден бұрын әрекеттің өзінен бақыт тауып, ләззат алады. Адам арман жолында кемелденеді. Мақсаты айқындалмаған адам харекетсіз болады. Қолы бос, ісі жоқ. Мұндай пенде жетіліп жігерленуі былай тұрсын, кері кететін кембағал тіршілікке құмбыл болады. Қожа Ахмет Яссауи кітабына үңілген бала, егін егумен айналысқан егінші, қолы істегі тігінші, ас үйде тамақ пісірген әйел жамандық жасауға уақыт таппайды десе, Абайдың қазақтың жаманшылыққа үйір бола беретұғынының бір себебі жұмысының жоқтығы. Егер егін салса, я саудаға салынса қолы тиер ме еді, немесе тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық астырар адам баласын деуі осыдан. Баянда мақсатсыз, бүгін не істесем екен деп құр босқа қиялдап отырған адамға шайтанда үйір болады. Оның нәпсісіне түрлі ой салып, қалаған жағына оп-оңай бұрып әкетеді. Сөйтіп мақсаты жоқ адам, кім көрінгеннің жетегіндегі тайлақ сияқты жолай шырасқан пенденің шақыруын мақұл көріп, ләббайлап жүгіре жөнеледі. Яғни мақсаты бекем емес пендені не болса сол жетектеп босатпайды. Айталық, қазіргі таңда әлеуметтік желіге басымен байланып қалған Facebook, Instagram, YouTube каналдарын көрумен бар уақытын өткізіп, бар ғұмырын арзан қалжың, қысыр әңгіме тамашалауға жұмсаған адамның бас бұйдасы жоқ деген сөз. Оның мақсаты тұйықталған, яғни нәпсісіне құл болып, түрлі құмарлық сезімдердің тұтқынына айналған. Мұндай адамның тұлға ретінде дамуы, жан-жақты жетіліп рухани кемелденуі мүмкін емес. Өйткені бұл пендеге асқазан қамын, тәндік рахат пен нәпсілік қалауларын, құмарлық сезімдерін тояттандырудан өзге мақсат жоқ. Одан асып басқа нәрсе ойлай алмақ емес. Әсілінде кез келген оқиға қайталанады. Әуелі санада, кейін қағаз бетінде көрініс табады. Сосын іс жүзінде орындалады. Мысалы, үй тұрғызарда алдымен қажет бөлмелерді анықтап, егжей-тегжейлі жоба жасайсыз. Олай болмаған жағдайда құрылыс біткенше неше рет өзгеріс жасап, тіпті қайта бұздырып әуре сарсаңға түсесің. Нәтижесінде көңілің толмайтын, әттеген айы бар үй пайда болады. Ендеше өмірде де жоспарлы мақсатың болмаса, ғұмырың өкінішке толы, берекесіз болады. Мақсат бұлыңғыр болғанда ақыл ой сарсаңға түсіп, қалай бақыт аларын білмей абдырайды. Мұндай күйге түскен адам күш қайраты мен жігерін қажеті жоқ нәрселерге жұмсайды.
Ал айқын мақсат қойғанда ақыл-ой радары оған жетуге қажетті мәліметтер іздеп назарын сол іске шоғырландыра бастайды. Мақсатты нақтыланған адам сол бағытқа қарай қарекетке көшіп қозғалады да білімін, уақытын, ресурсын, энергиясын сол мақсатқа жұмылдырады. Мақсатты қалай қою керек? Мақсат қысқа, орта және ұзақ мерзімді болады. Қысқа мерзімді мақсатқа діттеген кітапты оқу, орта мерзімді мақсатқа кәсіби біліктілік арттыратын курсты айтуға болады. Ұзақ мерзімді мақсатқа жеке кәсіп ашу секілді күрделі істер жатады. Егер жеке кәсібі бар кісі болса, онда соған сай өзіндік қысқа, орта, ұзақ мерзімді мақсаттар қойылады. Бірде жиһаз жасайтын жас кәсіпкер жігіт менімен танысқысы келгенін айтып кездесуге ұсыныс жасады. Кездестік. Әңгіме барысында кәсібіне қатысты алдағы жоспарын сұрағанымда, алдағы уақытта кәсібімді кеңейтіп, үлкен кәсіпкер боламын дегендей жалпылама мақсатын айтты. Мақсатына жетудің, кәсібін дамытудың әр кезеңіне арналған нақты уақыты, тыңғылықты жоспары болмай шықты. Мен мақсатты дұрыс, жүйелі қоя білу де жетістікке жетудің жартысына тең екенін түсіндіруге тырыстым. Смарт жобалау әдісі. Алға қойған мақсатыңызды смарт әдісі бойынша жобалау өте тиімді тәсіл. Аталған әдіс мақсатыңыздың жүйеленуіне, дұрыс жобалануына көмектеседі. Смарт сөзінің әр әрпі жоспарлауға қажет белгілі бір мағынаны білдіреді. Бірінші, специфик, нақты. Кез келген мақсат жалпылама емес, айқын әрі нақты, түсінікті болу керек. Көп ақша табу секілді жалпылама қойылған мақсат ешқашан жүзеге аспайды, тек арман болып қалуы мүмкін. Мақсат нақты болған секілді, қарапайым әрі жас бала түсінетіндей ұғынықты болуға тиісті. Мысалы, Алматы, Шымкент қалаларынан балалар аяқ киімін сататын дүкен ашу, тағы сол сияқты. Екінші, межарабіл, өлшеулі. Мақсаттың өлшемі мен көлемі анық болуы қажет. Мысалы, Алматы қаласында балалар аяқ киімін сататын 3 дүкен ашу. Жылдық сауда айналымының көлемі 1 миллион теңгеге дейін көтеру. Инстаграм парақшасының оқырман санын бір жылда 200 мыңға жеткізу, тағы басқасы. Қойылған мақсаттың нақты мөлшері, алдын ала бекітілуі, межеге жетудің дәл өлшемі болумен қатар, оны жүзеге асыру үшін қажетті ресурсты түгендеп, толыққанды жоспар жасауға адамды жігерлендіреді. Оны мына сұрақ арқылы нақтылауға болады. Мақсатқа жетіп жетпегенінің өлшемі қандай? Үшінші, әттанайбыл, қол жетімді. Қойылған мақсатқа жету шамадан тыс болмауы қажет. Ол үшін қажетті ресурс пен уақыт жеткілікті болуы шарт. Бұл жайлы мәшһүр Жүсіп бабамыз: қолынан келмес іске әуре болсаң, еңбегің қанша қылған кетер зая дейді. Мақсаттың орындалуына ең әуелі адамның өзі сенімді болмағы шарт. Мысалы, 2 жылдың ішінде 50 нүктеден аяқ киім дүкен ашамын деген мақсат қойдыңыз делік. Оған қаржы, уақыт, іскерлік қабілет және білікті команда секілді ресурстар мен өмірлік тәжірибең жеткіліксіз болса, оның орындалу ықтималдығы әрине өте төмен. Өйткені мақсат иесі оның орындалу шарттарын қамтамасыз еткен жоқ. Ал сенім жоқ жерде тау қопарар шынайылық та, жетістік те болмайды. Ол тек қиял мен арман күйінде қалады. Мақсатқа жету мүмкіншілігіңді тексеру үшін өзіңе мына 2 сұрақты қоя білген жөн. Бұрын соңды мұндай мерзімде осындай ресурстармен мақсатқа жеткен адам бар ма? Жеке тәжірибеде осындай істерді орындаған кезің болды ма? Егер бұл сұрақтарға беретін жауап жоқ болса, ондай қойған мақсатыңа түзету енгізіп, қосымша уақыт, ресурс мүмкіндігін қайта қарастырғаның жөн. Төртінші, релевант, маңызды. Мақсаттың басты бағыты мен түпкі мәнін һәм оның болашақта пайдасын анықтап алған тиімді. Әйтеуір жасалуы керек деп, пайдасы жоқ, қажетсіз істерді мақсат ретінде таңдап алып, уақыт пен күш-қуатыңды, қаражатыңды босқа шығындауға жол беруге болмайды. Көп адамның бастаған ісі аяқсыз, жасаған жұмысы нәтижесіз қалатындығының басты себебі мақсат айқындалмауынан. Мысалы, шет тілін үйрену үшін арнайы курсқа жазылғандардың көбі орта жолда тастап кетіп жатады. Оған себеп тілді не үшін, қандай мақсатта үйрену керектігін білмеу, яғни еліктеушілік. Сондықтан әуел баста өзіңе алға қойған мақсатым орындалған кезде оның қандай пайдасы болады? Бұл мақсатымды қазір орындау маған тиімді ме? Әлде басқа уақытқа шегерген дұрыс па? Бұл мақсат бойынша жұмыс жасауым өзіме және жақындарыма қандай әсері болуы мүмкін деген сұрақтарды анықтап алған жөн. Бесінші, time bound, уақыты шектеулі.
Мақсатқа жетудің тағы бір шарты, яғни көзделген істің аяқталатын мерзімі нақты жоспарлануға тиіс. Мысалы, 2022 жылдың наурыз айының 20 жұлдызында Шымкент қаласында аяқ киім дүкенінің ашылу рәсімін жасаймын дедіңіз. Мақсат қаншалықты маңызды болса, оның орындалу мерзімінің нақтылануы да соншалықты өзекті. Уақыт мерзімі нақты болған тұста межеңде айқындалып, өзіңді барынша қамшылайсың, әрі ресурстар мен бар қабілетіңді толық қолдануға тырысасың. Ал мақсат етілген істің мерзімдері кезең-кезеңімен белгіленбеген жағдайда арқаңды кеңге салып, жайбарақат жүріп алуың мүмкін. Сондай-ақ мерзімнің бекітілмеуі келесі кезектегі басқа мақсаттарыңды жүзеге асыруға кедергі келтіреді. Мақсаттың миыңда қоқыс күйінде мазалап тұра береді. Мақсат қоюға қатысты жоғарыдағы шарттарды ескере отырып, оны жүзеге асырудың тиянақты жоспарын жасау қажет. Егер мақсат ірі болса, бірнеше кезеңге бөліп қарастырған дұрыс. Сондай-ақ мақсатыңа қажетті ресурстарыңды түгендеп, қай жерде, қандай жолмен, қай уақытта, кіммен орындайтыныңды анықтап алуың керек. Осы орайда айнымас мақсат, сапалы жоспар құру үшін ең әуелі білім мен табандылық керек. Таймайтын табандылық болмаса, алдыңнан кездесер қиыншылық пен бөгеттерге шыдас бере алмайсыз. Сөйтіп, жарты жолда бастапқы мақсаттан адасып қаласыз. Шығыс халқының даналығындағы мақсатың қаншалықты биік болса, астыңдағы арғымағын соншалықты шабысты болады деген тәмсілді үнемі есте сақтаған жөн. Мақсаттарың биік болсын. Алла елшісі бір хадисінде: Алладан жұмақты сұрасаңдар, онда ең жоғарғысы фирдаусты сұраңдар деген екен. Бұл өсиет мұсылман баласын биік мақсат қоюға үндейтін илляхи ұғым. Өмір тепе-теңдігі. Сенде Раббыңның, отбасының, һәм нәпсінің тән көңіл қажеттіліктер, хақысы бар. Әрқайсына өз хақысын беруге міндеттісің. Хадис. Кемел адам өз өмірінде тепе-теңдік сақтай білетін төрт құбыласы түгел адам. Өмірінің түрлі қырларында тепе-теңдік сақтай алмаған адам өзін толық бақытты сезіне алмайды. Мысалы, ертелі-кеш кәсібімді өрге сүйремін, мол ақша табамын деп жүріп, отбасы бақытынан айырылған адамның кәсібі өрге дөңгелегеннен не пайда? Уақыт тоқтап тұрмайды. Сен көп ақша табамын деп жүгіріп жүргенде балаларың ыстық алақаныңды сезінбей, мейірімге толы жылы сөзіңді естімей, көзді ашып жұмғанша есейіп кетеді. Ал шуақты көңіл мен жылы мейірімнің рөлін мол ақша ешқашан алмастыра алмайды. Сондай-ақ жаратушыға деген құлшылығың көп болғанымен, жұмысың жоқ болса, отбасыңды қажет нәпақамен қамтамасыз ете алмасаң, әрине, ол да бір кем дүние. Алланың аманатына үлкен қиянат. Сол сияқты өмірде түрлі жетістікке жеткеніңмен денсаулығыңа қарай алмасаң, онда жетістігіңнен не пайда? Ендеше өмірде орта жолды тауып, тепе-теңдік сақтай білу аса маңызды. Әр намазда оқылатын Фатиха сүресінде «Ихдина сиратал мустахим» деп үздіксіз Алладан тура жолды сұраймыз. Тура жол аса ауқымды да өте нәзік ұғым. Қарапайым тілмен айтқанда, өмір сүру барысында асып та кетпей, кемде қалмай әр нәрсенің орта жолын тауып, тепе-теңдік сақтай білу нағыз тура жол. Бақара сүресінде біз сендерде орта жолды ұстанатын үмбет жасадық делінген.